Ассаляму алейкум. Бүгін тәтті тоқаштар дайындаймыз. Бізге ең қажетті заттар жылы сүт, ашытқы, сұйық май, жұмыртқа, қант және де ұн қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды, ашытқымызды қосып, жылы сүтімізді біртіндеп қосып, толықтай араластырып алуымыз қажет. Ары қарай ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Қамырымызды қатты қылып илемейміз, себебі қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін және піскен кезде қатты болып қалады. Дайын болып қалған қамырымызды бетін жауып, бөлме температурасында 30 минуттай қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін қамырымызды екі бөлікке бөліп, әрқайсысын домалақ бөліктерге бөліп дайындап қоямыз. Мен мұнда сіздерге екі түрлі тоқаштың жасалу үлгісін көрсеттім. Әрқайсысын осылай жайып, әдемілеп тоқаштарымызды жасап шығамыз. Тоқаштарымыз бізде дайын болды. Енді жұмыртқаның сарысын әрқайсысынан бетіне жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін бетіне макты сеуіп шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша кунжут немесе қантты себулеріңізге болады. Тоқаштарымыз бізде осылай әдемі болып шығады. Енді қызып тұрған пешімізде 150 градуста 30-35 минуттай беті қызарғанша пісіріп алуымыз қажет. Тоқаштарымыз бізде осындай әдемі қызарып, жақсы болып шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңесімді беремін. Отбасыларыңызды қуантып, жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.